Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2011 жылы шыққан Ночь страха фильмін қысқаша айтып беремін. Фильмнің басында шағын қалада бір үйдің ішінде жас баланың бір белгісіз құбыжықтан қашып екінші қабатқа көтерілгенін көреміз. Ол жерден өлген адамдарды көріп, бала диванның астына тығылып қалады. Ол қолына қару алып, оны оқтап жатқанда қасындағы мәйітті құбыжық сүйрейді. Бір кезде бала пистолеттің темірін түсіріп алады. Оны құбыжық көріп, баланы да өлтіреді. Келесі кадрда Чарли есімді жігітті көреміз. Ол өзінің қызбай қалған мотоцикліне ашуланып келе жатады. Көрші қызды көріп қалып, онымен әңгіме айтқаннан кейін үйіне келіп, анасын көреді. Ол Чарлиден жүріп жүрген қызы Эмимен ара қатынасы жайлы сұрайды. Чарли әзірге бәрі дұрыс деп жауап береді. Және олар өздерінің жаңадан көшіп келген көршісі туралы әңгіме қозғайды. Бір кезде Эмидің өзі де көлікпен келіп, Чарли олармен бірге сабаққа барады. Үзілісте балдармен әңгіме айтып тұрған кезде Чарлидің досы Эд келіп, маңызды әңгіме бар деп Чарлиді шетке шығарып алады. Ол оған көптеген сыныптастарының жоғалып кеткенін айтып, сабақ біткесін олардың үйіне барайық дейді. Чарли оған келіспегенде Эд, бармасаң арамыздағы құпияны бәріне жаямын деп оны көндіреді. Және оған кешікпей кел дейді. Кешке қарай Чарли Эмимен бірге үйіне келеді. Есіктің алдынан Чарлидің анасын көріп, және жаңа көршісі Джерримен танысады. Ол үйінде жалғыз тұратынын және кейін қонаққа шақыратынын айтып, көмектесіп болған соң үйіне кетіп қалады. Содан кейін Эд Чарлиге сурет жіберіп, 10 минутта келмесең, мынаны бәріне жіберемін дейді. Чарли соған қарай кетіп қалады. Ал көршісі Джерри үйінен бақылап тұрады. Эд пен Чарли сыныптасының үйіне келіп, есік қаққанда ешкім ашпағасын, олар тесіктен кіреді. Олар ішке кіргеннен кейін есіктен бір адамның бейнесі көрінеді. Үйдің ішін аралап, олар сыныптасын іздейді, бірақ таба алмайды. Эд Чарлиге, сендердің жаңа көршілерің вампир дейді. Ол үйіне күн түспеу үшін терезелерін қараңғылап қояды, және сендер оны үйлеріңе шақырмаң, себебі ол шақырылмаған үйге кіре алмайды дейді. Және менде оның вампир екенін дәлелдейтін айғақтар бар дейді. Чарли оның сөздеріне сенбей, екеуі сөзге келіп қалып, бөлек кетіп қалады. Эд жалғыз өзі келе жатқанда, оны сыныптасы ұстап алып, ұрмақшы болады. Эд одан қашып, сөмкедегі кресті түсіріп алады. Ол үйлердің арасымен қашып келе жатқанда, алдынан Джерри шығады. Ол одан қашып, біреудің үйіне кіріп алып, оған шақыртусыз үйге кіре алмайсың дейді. Бірақ Джерри үйге кіреді, себебі үйдің иелері жоқ еді. Эд үйдің үстіне қарай қашып, жерге секіргенде Джерри оның алдында отырады. Ол шошып кетіп, бассейнге түсіп кетеді. Эд қанша қарсыласса да, ол оның басын айналдырып, қанын сорып алады. Келесі күні Эд сабаққа келмей қалады. Чарли оның үйіне барып, ата-анасынан оның үйде жоқ екенін біледі. Сосын оның бөлмесіне барып, вампирлерді зерттейтін Питер Винсенттің сайтын көреді, және Джерриді түсірген видеоларын көреді. Видеода Эд тығылып Джерриді түсіріп алған, бірақ ол вампир болғасын камераға көрінбей тұрады. Кешке қарай Чарли үйіне келгенде, оның қасына Джерри келеді. Ол үйге қыз әкелдім деп Чарлиден сыра сұрайды. Чарли тоңазытқыштан сыраны алып жатып, біреуін шағып алады. Джерри оған көмектесейін бе дегенде, Чарли рұқсат бермейді. Сол себепті ол үйге кіре алмай тұрады. Сыраларды алғасын үйіне кетіп қалады. Чарли бөлмесіне барып Эмиді көреді. Эми онымен сүйісуге әрекет жасайды, бірақ оның бар ойы көршісі Джерриде болады. Сосын Эми кетіп қалады. Чарли ұйықтап жатып, қыздың шыңғырған дауысын естіп оянады. Ол Джерридің үйіне полиция шақырады. Полиция келіп Джерримен сөйлескеннен кейін кетіп қалады. Содан кейін Джерри де кетіп қалады. Чарли осы сәтті пайдаланып, оның үйіне кіреді. Ол үйдің ішін аралап жүріп, терезеден Джерридің келгенін көреді. Чарли шкафтың ішіне тығылып қалып, оның артынан көп есіктер тұрған бөлме тауып алады. Бір кілтеулі тұрған есіктің ішіне қарағанда, әлгі қызды көреді. Есікті ашайын деп жатқанда Джерри келіп қалып, Чарли тығылып қалып, есіктен сығалап тұрады. Джерри әлгі қызды шығарып алып, мойнынан қанын сорып алады. Әбден тойған соң, оны қамап тастап, шығып кетеді. Чарли қызды алып шығады. Олар үйдің ішінде Джерриден тығылып жүріп, есіктен сыртқа шығып кетеді. Екеуі далаға күннің көзіне шыққанда, қыз күнге күйіп жоқ болып кетеді. Ал Джерри күліп үйден қарап тұрады. Чарлидің
Джерри вампир екеніне енді толықтай көзі жетті және анасына ешқашан онымен байланыспа және үйге шақырма дейді. Бірақ оның вампир екенін айтпайды. Чарли вампирлерді зерттейтін Питер Винсент деген кісінің сайтынан вампирлер жайлы ақпарат жинайды. Чарли Питер Винсентпен кездесуге барады. Ол вампирлер жайлы кино түсіріп болған соң Чарли оның кабинетіне барады. Ол Питерден вампирлер жайлы сұрап және көршісі Джерри вампир екенін, ол оның досын өлтіргенін айтады. Питер бұл жай ғана иллюзия деп, оның есі ауысқан деп ойлап, оны қуып жібереді. Кешке қарай Джерри Чарлидің екі досын өлтіреді. Содан кейін Чарлидің үйіне келеді. Үйде Эми, Чарли және анасы болады. Чарли анасына есікті ашқызбайды. Сосын Джерри үйдің артына барып жер қаза бастайды. Ол жерден газдың трубасынан от жіберіп, үйді өртеп жібереді. Үшеуі көлікпен қашып кетеді. Джерри арттарынан қойын дегенде мотоциклдің дөңгелегі сынғанын көріп, оны олардың көлігіне лақтырады. Содан кейін көлікпен оларды қуып жетіп, алдына тұрып алады. Олар оны қағып кетеді. Джерри көліктің астына жабысып алып, ол жерден қолын шығарып, көлікті тоқтатады. Сосын олардың артынан басқа көлік келіп соғады. Сол кезде Джерри көліктің астынан шығып, ішіндегі кісіні өлтіреді. Чарли оны крестпен қорқытады, бірақ ол оны өртеп жіберіп, Чарлиді өлтірейін деп жатқанда, анасы артынан келіп, оған темір тығып жібереді. Сосын өзі талқып қалады. Олар әлгі көлікпен қашып кетіп, анасын ауруханаға барады. Чарлиге Питер қоңырау шалып, маған кел, саған көмектесемін дейді. Ол Чарлиге вампирлердің күштері көп және кланмен өмір сүретінін айтады. Бір кезде күзетші қоңырау шалып, доставщик келіп тұрғанын айтады. Ол кіруге рұқсат береді және көмекшісіне оны күтіп ал дейді. Сол кезде курьер болып Чарлидің досы Эд келеді. Ол вампирге айналған. Питер қорққаннан тығылып қалады, ал Эд ол жерге кірем деп бір қолынан айырылады. Осы уақытта Джерри де келіп күзетшіні өлтіріп кетеді. Чарли Эдпен төбелесіп жатады, ал Эми пистолетті оқтап жатқанда оның қасына Джерри келеді. Ол қанша атса да оған дым болмайды. Сосын оның бетіне бір сұйықтықты шашып қашып кетеді. Ол Джерридің бетін күйдіреді, ал Чарли Эдті өлтіреді. Олар Джерриден қашып клубқа кіріп кетеді. Джерри арттарынан келеді. Адамдар арасында Чарли Эмиден айырылып қалады. Сосын Джерри оны ұстап алып, қанын сорып алып, оны алып кетеді. Чарли вампирлермен кездесуге дайындалып, керекті қару-жарақтарды алады. Ол Джерридің үйіне барады. Терезелерді шағып күн түсіргеннен кейін әлгі бөлмедегі есіктен Эмиді көреді. Бірақ ол жердің астына түсіп кетеді. Артынан Питер де келеді. Екеуі астына түсіп кіріп бара жатқанда Эмидің көмектесіңдер деген дауысы шығады. Сол кезде үстінен Джерри түсіп, Питерді шығарып жіберіп, есікті жауып кетеді. Джерри Питерге тас лақтырып, оның қаны жерге түскенде жердің астынан вампирлер шығады. Ол бір-екі вампирді атып өлтіріп, енді кезек Джерриге келгенде мылтығы істен шығады. Ал Чарли Эмиді көріп, онымен құшақтасып тұрғанда, оның вампир екенін біліп, ішіне үшкір ағаш тығып қашып кетеді. Сөйтіп Питерге барса, оны вампирлер қанын сорғалы жатыр. Ол олардың төбесіне мылтық атып, күн сәулесін түсіреді. Сосын екеуі сол жерде отырады. Джерри кішкенеден кейін күн батады, ал оған дейін күте тұрамыз дейді. Эми сол жерге келіп, Джерри екеуі сөйстіп тұрғанда, Чарли бетіне маска киіп, үстін өртеп, Джерриге жабысып, төбелесіп кетеді. Питер сол кезде мылтықты алып, олардың төбесіне атады. Күн сәулесі түсіп, Джерри күйіп жатқанда, Питер Чарлиге қару беріп, жүрегіне тықтайды. Чарли оны Джерридің жүрегіне тыққанда, бүкіл вампирлерден оның рухы шығып, ол құрып кетеді. Эми қайтадан адам болып, екеуі қосылады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.